Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 8-ші дәріс өтеміз. Гүлзарлар, гүлзарлардың түрлері, гүлзарлар түрінің ерекшеліктері. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: гүлзар дегеніміз не, гүлзардың түрлері, гүлзар құрылысының ерекшеліктері, гүлзарларға күтім жасау, гүлзарлардың артықшылықтары, қателіктері және оларды болдырмау. Гүлзар бұл ландшафттық дизайн элементі болып табылады. Бұл әртүрлі гүлді өсімдіктерден тұратын сәндік өсімдіктердің композициясы. Олар аумақты көркейтіп, кеңістікке көркемдік рем береді. Гүлзардың негізгі міндеттері аумақтың эстетикалық тартымдылығын арттыру, табиғи ортаны байыту, маусымдық әсемдік пен түс үйлесімін жасау, психологиялық және экологиялық әсер беру. Гүлзарлар және олардың түрлері. Гүлзарлар бақшалар мен саябақтарда ең көп кездесетін көркемдік элементтердің бірі болып табылады. Олар табиғаттың сұлулығын ашып көрсетіп, айналаға жағымды көңіл күй сыйлайды. Гүлзарлардың әртүрлі түрлері мен пішіндері, олардың ерекшеліктері айқындайды. Бұл презентацияда біз гүлзарлардың негізгі түрлерімен және олардың айрықша сипаттамаларымен танысамыз, сондай-ақ олардың ерекшеліктерін қарастырамыз. Гүлзарлардың негізгі түрлері: жазғы гүлзарлар. Олар жазға арналып отырғызылған гүлзарлар, көбінесе жылдам өсетін және ашық түсті гүлдерден тұрады. Көктемгі гүлзарлар ерте көктемде гүлдейді. Өсімдіктер жиынтығын айтамыз. Бұнда табиғат жаңару кезінде білдіреді. Қыстау гүлзар, жаңа қысқа төзімді гүлдер мен бұталардың құралған гүлзарлар, әдетте қоршаған ортаның суық кезеңіне бейімделген. Гүлзарлар әртүрлі пішінінде болады, орналасу түрінде және құрамында қолданатын өсімдіктердің негізінде жеткізіледі. Клумба, гүл алаңы, гүлзардың бір түрі. Мына бірінші суретте көрсетіліп, клумба алаңы, яғни бұл геометриялық пішінге ие, дөңгелек болуы мүмкін, шаршы, сопақ, симметриялық орналасуы тұрады. Бір немесе бірнеше гүл түрінен тұрады. Жиі орталық аймақтары орналасқан. Рабаткалар бұл, яғни жолағында орналасқан. Екінші суретте жолағында орналасқан ұзынша бір немесе екі жолақты жол желігіне отырғызған гүлдер айтамыз. Оның ені 0,5-2 метрге дейін барады. Ұзындығы шектелмейді. Жол жиектерінде қоршау бойында қолданылады. Бордюр, яғни мына үшінші суретте көрсетілген, ол шекаралық гүлзар. Ені 20-25 сантиметр болатын жіңішке гүлзарлар. Бұл жол, көгал немесе басқа гүлзарлардың шекарасын айқындайды. Аласа бойлы гүлдерден жасалады. Мысалы, тагетис, бегония сияқты. Келесі миксбордер, бұл еркін формада орналасқан гүлзарлар. Бұнда деген бір жылдық, көп жылдық бұталы өсімдіктер біріктіріледі. Биіктігі мен гүлдену уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Биіктігі мен гүлдену уақыты әртүрлі, жаңағы табиғилықты бейнелейді. Мысалы, соңғы жағына бұталар егеміз, содан кейін көп жылдық және бір жылдық өсімдіктерді егеміз. Яғни біреуі көктеп атқанда, екіншісі гүл атып атады, төртіншісі пісіп атады. Сондай болады. Бұл жерде бірінші суретте көрсетілген. Келесі альпілік төбе, ракари дейміз. Бұл тау тастары мен төзімді гүлдерден тұратын гүлзар түрі. Топырағы жеңіл, дренажды, күнсегіш гүлдер қолданылады. Ачеток, флокус, армения, тимьян сияқты гүлдер отырғызылған.
альпілік лотарий, яғни тастар, тастардың арасынан өседі. Контейнерлік гүлзарлар, яғни контейнерлардың ішінде өсірілген гүлзарлар, бұнда құмыралар мен қораптарға отырғызылған гүлдер, бұны балкон, кіреберіс, террасада қолданылады. Маусым сайын гүл композициясын ауыстыруға мүмкіндік береді. Келесі гүлзарлардың негізгі түрлері регулярлы гүлзар және пейзаждық гүлзар деп бөлінеді. Геометриялық пішінді, нақты сызықтары бар гүлзарлар көбінесе қалалық парктер мен бақтарда кездеседі. Пейзаждық гүлзарлар бұл табиғи көріністі имитациялайтын еркін пішінді гүлзар, ауылдық жерлерде кеңінен таралған. Гүлзарлар құрылысының ерекшеліктері бұл бірінші жерді пайдалану, яғни арамшөптерден тазалау, жерді қопсытып тегістеу, органикалық және минерал тыңайтқыштарды енгізу. Сонымен қатар қажетті жағдайда дренаж жүйесін жасау. Өсімдіктерді таңдау, яғни өсу биіктігін ескеру қажет, гүлдену мерзімі, көктем, жаз, күз, күн сегіш немесе көлеңке сегіш қасиетін меңгеру қажет, және түстер үйлесімін, констра немесе үйлесімді гамма. Композициялық шешімдер симметриялы немесе асимметриялы, классикалық немесе еркін стиль, орталық акцент мысалы субұрқақ, мүсін, ағаш. Топырақ ерекшеліктері: топырақ құрамы өсімдіктерге сай болуы тиіс, қара шірікке бай, жеңіл, жақсы су өткізгіштігі бар. Құнарлы топырақ қолданылуы керек. Гүлзарларға күтім жасау, яғни жұмыс түрі суару, мерзімі тәртібі аптасына 2-3 рет, құрғақ ауа райында жиірек суарамыз. Арамшөптермен күресу: апта сайын тазартып тұруымыз қажет. Қопсыту 10-14 күн сайын. Тыңайтқыш енгізу 2-3 аптада 1 рет енгізуіміз қажет. Қураған гүлдерді алып тастау өсімдіктердің гүлдеуін ұзарту үшін үнемі қураған гүлдерді алып тастаймыз. Қысқа дайындау, яғни күзде көпжылдықтарды жабу, қырқу. Гүлзарлар пішіндері: дөңгелек гүлзарлар бұл ортада биік өсімдіктер, айналасында төменгі гүлдер орналасады, симметриялы көрініс береді. Тік төртбұрышты гүлзарлар бұл жолақ тәрізді, көбінесе аллеяларды безендіру үшін қолданылады. Қисызықты гүлзарлар бақшаға нәзік және табиғи сұлулық береді, табиғи ағымдарды бейнелейді. Гүлзарларды таңдаудағы факторлар: топырақ түрі, яғни өсімдіктердің даму жүйесі топырақтың құрамын тәуелді болып келеді. Климаттық жағдай өсімдіктердің суыққа, ыстыққа төзімділігін ескереді. Күтім деңгейі: қолайлы күтім талап етеді, гүлзарлар мен опциялары бар. Гүлзарларды безендіру элементтері: тастар, яғни әртүрлі көлемдегі тастарды қолдану, ағаш кескінділерін пайдалану, және сәндік бұталарды отырғызу. Бір жылдық және көпжылдық гүлдер: бір жылдық гүлдер бұл тез гүлдейді, бірақ бір маусымға жетеді. Оларға гвоздика, қалампыр, түймедақ жатады, ромашка. Көпжылдық гүлдер бұл бірнеше жыл бойы гүлдейді, мысалы қызғалдақ, раушан. Келесі гүлзарларға күтім жасау, яғни суаруымыз қажет, топырақты құрғамауын қадағалау керекпіз, гүлдерді мерзіммен тыңайтып отыруымыз керек, солып қалған гүлдерді кесіп тастау қажет. Гүлзарларды жобалау принциптері: орналасу: гүлзарларды бақшадағы орны мен көрінісі анықталады. Өсімдіктердің үйлесімділігі, яғни түстер мен биіктік үйлестіріле отырып орналастырылады.
түсті айттық, иә, 3 түстен аспау қажет. Биіктіктері жаңағы бір өсімдік екінші өсімдікті әсерін тигізбей контакты етіп отырғызуымыз керек. Функционалдылық әлем жаңағы әсемдікті сақтай отырып практикалық пайдалану қарастырылады. Гүлзарларды күту және қорғау, яғни суару өсімдіктердің қалыпты өсуі үшін жүйелі суару қажет. Араласу және табиғи әдістерді қолдану арқылы зиянкестерді азайту. Гүлзарлардың сау және әдемі көрінуі үшін қажетті жұмыстарды қолданып қырқып алып тастау. Гүлзар бұл кез келген бақтың әсемдігін арттыратын элемент. Дұрыс жоспарлау және күтім жасау бұл жаңағы арқылы сіз керемет гүлзар жасай аласыз. Гүлзарлардың ерекшеліктері және қорытындылары. Гүлзарлар бақшаның айрықша сәнін қалыптастырады. Түрлері мен пішіндерінің әртүрлілігі кең таңдау мен жаңа дизайн идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Гүлзарларды дұрыс жобалау және күту арқылы оларды ұзақ қажет әсем әрі жайлы етіп ұстауға болады. Әртүрлі гүлзарлар жеке стильді және табиғатпен үйлесімді болуға тиіс. Тұрақты және маусымдық гүлзарлардың ерекшеліктерін білуді мұқият қарастыру керек. Бұл гүлзарлардың күтімі мен дамуына тікелей әсер етеді. Гүлзарлардың түрлері мен ерекшеліктерін терең түсіну сәндік бағбандықта табысты болуға септігін тигізеді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.